Енді көп оқушылар бізде үнемі сұрайды, қандай кітаппен дайындалайын, апай, кітап жоқ, мына жақта не істеймін? Тарихымыздың сұрақтары азайған жоқ, көбейіп жатыр. Қазақстанда тест жүйесі әлемдік стандарттарға сәйкес жылжып жатыр, яғни критикалық ойлауға. Біз тест жинағын жасадық алғашқы Алматы қаласына. Бұл ішіндегі сұрақтардың барлығы, мысалы, мен толықтай жаттап алсам, тарихтан ең максималды балды аламын. Көзді жұмып тұрып, 25 болса 25-ін, 30 болса 30-ын, 15 болса 15-ін аласыңдар. Өзінің тарихын жоғалтқан жұрт, өзінің тарихын ұмытқан ел, қайда жүріп, қайда тұрғандығын, не істеп, не қойғандығын білмейді дейді. Және де келешекте қандай күн туашығына көз жетпейді деп 100 жыл бұрын Алашорда азаматтары айтып кеткен болатын. Одан бөлек 500, 600, 1000 жыл бұрында осы қазақ жерінде құрылған, басқарған хандықтарды, қағанаттар мен тайпаларды басқарған көсемдер, ел билеген билердің де жазбаларын қарасақ, жалпы өзіміздің тарихымыздың білу маңызды екен, және де ол келешекке әсері бар екен жазып, жазбаларында қалдырып кеткен болатын. Достар, түсінгендеріңіздей, бүгінгі видеода біз тарихымыз, өз тарихымыз, Қазақстан тарихы туралы сөз қозғайық деп отырмыз. Және де бүгінгі видеода сіздер тарихқа қызығушылықты қалай арттыруға болады, және де оқушылардың сұрауы бойынша Қазақстан тарихына қалай дайындалуға болады. БТ-да тарих пәнінен ең жоғарғы балл жинау үшін не жасау керек, қандай әдістемелерді қолдану керек, және де қандай кітаптармен дайындалу керек деген видео болайын деп тұр. Осындай тақырыпты қамтайық деп тұр. Және де бүгінгі видеоны сапалы және де нақты ақпараттарға толы болсын деп, сіздер барынша түсінсін деп мен арнайы қонақтарды шақырып отырмын. Нақтырақ айтқанда 38 жылдық тәжірибесі бар тарих пәнінің мұғалімі, үздік ұстаз иегері Мағишат апай мен iStudy орталығының директоры Қайсарды шақырып отырмын. Енді Мағишат апай, бірден сұрақтарға көшейік. Енді ең алғашқы сұрағымыз, тарихқа, өзіміздің Қазақстан тарихына қызығушылығымызды арттыру үшін не жасау керек? Армысыңдар, құрметті оқушылар, биылғы мектеп бітіретін түлектер. Тарихқа деген қызығушылық арту үшін адам өзінің отанының, елінің, жерінің тарихын білу деген ол жүректе тұру керек нәрсе. Екіншіден, мектепте Қазақстан тарихын оқып жатқан мұғалімдер олардың жүрегіне ұялата білу керек. Онымен бірге Қазақстан тарихы бүкіл қай оқу орынға түспесендегі ұлттық бірыңғай тесттің ең негізгі пәндерінің бірі. Тіпті госэкзамен. Госэкзамен, институттардың өзінде де тарихты оқу керек. Бұның өзі бекерден бекер олай істелініп отырған жоқ. Халықтың, кез келген халықтың өзінің ұлтына деген сүйіспеншілігі осы тарихты оқудан басталады. Енді жаңа сүйіспеншілікті ояту деген, мысалы, біздегі тарихқа дайындық қалай өтті? Біз алғашқы уақыттарда, мысалы, бізде жаңа жылға дейін деп есептесек, жаңағы жалпы тарихпен танысып шықтық та, хронологиясы бар, даталармен. Енді ары қарай тарих бізде қалай болды? Біз жалпы ең басында да апай жүректегі сезімді оятумен айналысты. Жалпы кез келген пәнді, ол пән мықты болған үшін емес, апайға деген сүйіспеншілік үшін жақсы көріп кетеді дейді. Тарихты да біз солай жақсы көрдік. Яғни апаймен біз сабақта дата емес, оқиғалардың қалай болуы, қазіргі қазақ қайдан пайда болды, қазіргі қазақты сүйеміз. Осы апайдың бір әңгімесі бар. Бәріміз бір отырған кезде дайындалып, апай былай бастады енді. Осы мен бар ғой, қазақ болып туғаныма қуанам деді. Бәріміз соны сезініп кеттік та. Сосын алдында ғана өзім Instagram парақшама осы апайдың осы сөзінде жүректе қалғаннан кейін бір өлеңімізді арнап шығарған болатынбыз. Апайдың өзіне де бір көрсетемін. Сол сезімдер ғана бізді қазір осы білім саласына айналысуға, елге құрмет, қайырымдылықпен де айналысып жатырмыз. Сол кісілердің фундаментін қойып берген осындай біздің тек пән мұғалімі емес, өмірдің мұғалімі Мағишат апайларымыз. Керемет. Енді мындай сұрақ болып тұр. Түсіндік, сүйіспеншілікті ояту керек екен. Бірақ одан бөлек енді 140 балл енді алу керек қой. 140 балдың алу үшін әрине тарих бар оның ішінде. Қазіргі таңда бұрында 20 балл еді, қазір 15 баллға өзгерді. Енді осы 15 балдың максималды түрде алу үшін қалай дайындалуымыз керек? Қандай әдістерді қолдануымыз керек? Қандай кітаптармен оқуымыз керек деген секілді. Түрлі кітаптар көп, әртүрлі варианттар бар. Қазіргі таңда әйтеуір әлеуметтік желінің арқасында біраз нәрсе ақпараттар бар, бірақ осының ішіндегі қайсысы сараланып ең үздігін анықтай аламыз? Яғни осындай сұрақ болып тұр. Бұл жерде енді тарихтың өз тас дәуірінен басталады ғой. Бүгінгі күнге дейін ол 6-шы класстан оқулығы, ал енді 6-шы класста 2-3 оқулық бар әртүрлі автордың. 7-де де 8, 9, әр сыныптарда бізде бір оқулық емес, бірнеше автордың оқулықтары. Енді сонда 6, 7, 8, 9-тың 3 кітаптан санағанда 14-15 кітапты бала арқалап жүре алмайды. Ол бір. Екіншіден, ол кітаптың бәрі баланың қолында табылуы да қиын. Мектепте биыл мектеп 6-шы класты берді, 25 майда кітапты өткізеді.
11-ге барғанда ол кітаптар табу. Сондықтан да біз осы алғашқы мен 2001 жылы өзімнің 10 жыл оқытқан оқушыларым бітірді мектепті. Сол кезде маған идея туды. Бұл балалардың тарихтан қалай білім алды екен, қанша балл жинайды екен. Ол кезде қазіргідей мектептерде рейтингті қарамайды, кім қанша балл жинады, қай мектеп средний қанша болды дегендер жоқ. Сондықтан балалардың 5 класстың оқушыларының телефондарын жазып алып, енді тапсырғаннан кейін біз аттестат береміз де жібереміз ғой. Өзім хабарластым, хабарласпағандарына өздері хабарласты, түгел жазып алдым. Жалпы неше балл жинады, общий. Одан кейін тарихтан қанша балл жинады. Содан өзім анализ жасадым. Қарасам өзім тарихымдығы басқа пәндерден өте жоғары екен. Соған менде бір марқайдым, мен босқа уақытым кетпепті, балаларға дұрыс білім беріп жатыр екен ғой дегендей. Осыдан кейін мен жаңағы осы тесттің бар ынта жігермен кірісіп кеттім. Өзіміз 98-ден бастап тест жаңадан бастаған жылы 5 пен 8-дің арасында қала тарихшылары Қайыркен Құдайбергеннің бастауымен біз тест жинаған жасадық алғашқы Алматы қаласына. Өздеріңіз жасадыңыздар ғой? Өздеріміз жасадық. Өйткені тесттің бізде қандай сұрақ келеді, қай тақырыптан білмейміз. Тақырыппен, сыныппен біз жасадық. Бұл қаланың барлық оқушылары осы кітаппен пайдаланды. Сөйтіп жүріп мен жаңағы 2003-те оқушыларым бітірді. Олардан результатын көргеннен кейін ары қарай мені жаңағы тест орталыққа, халықаралық білім беру орталығы еттек Ғани Бектаев бастаған, сонда шақырды. Түсінген бойынша қазір мысалға белгілі бір ұбт-ға келгенде тесттерді құрайды, сол кәдімгі тест құрайтынның мүшесі болдыңыз ғой, Бір кездерде министерствода жоғарғы құрастырушы және сарапшы болып атқардық. Бірақ бізде жылдауын өзгертіп отырады, соңғы кездерде болған жоқ па. Бірақ өзім осы балаларды ентіға дайындауға бар 100%-ге болып кірісіп кеттім. Сол енді оқушыларға барғанда бүкіл Алматы қаласының бірнеше оқушысы келіп отырды әр мектептен. Өзім оқушыларым ол мектептегі бір бөлек, қосымша білім беру орталығында бөлек балалар басқа. Көрмеген, білмеген, оларды оқытпаған, кімнің қандай білімі барын да білмейсің. Алдыңда отырған оқушыны білесің ғой? Оқытып отырған, кім қаншаға оқытады, қанша білім бар, кіммен қалай жұмыс істеу керек. Енді ол балаларға бірінші жылы мен лекция түрінде оқытып, жаздырттым, мынандай сұрақтар деп, ол өте көп уақытта жоғалтатын болдық. Содан кейін Ғани Бектаев ұсыныс жасады, бұл балаларға енді біз методика оқулығы дайындалатын кітаптар шығарайық деп тапсырма берді. Осылайша бірінші кітабым 2004 жылы мына ұлттық бірыңғай тестке дайындау әдістемелік құрал деген осы кітап шықты. Мынау енді уже мұқабасы бәрі ескіріп нетіп қалған, жаңасы қалмапты да, кеше үйден тауып алып келдім. Сөйтіп жылда Мынау сонда сіздің осы күнге дейінгі шығарған кітаптарыңыз әр жыл сайын, әртүрлі. Өйткені бұлардың цветтері әртүрлі болатын себебі балалар айтады ғой, менде бұнда кітап бар деп. Мына ол ескі кітап. Енді жылда бізде тест жаңарып отырады, қосылып отырады. Алғаш бастаған 2000-ға жетпейтін сұрақ болса, қазіргі міне биылғы шыққан кітапта 5000-ға жоқ сұрақ. Бұл кітаптар жайлы енді айтып кеттіңіздер ғой. Біз енді апаймен 30 лицейде оқыдық. Барлығымыздың сумкамызда осы кітап қой енді. Мынау соңына таман мына кітаптар шет жағының бәрі мыж-мыж болып өтіп кетеді да. Мынаның бәрін сыртын скотч тапсаймыз, біз скотчтаймыз, одан кейін ішінде мынандай жұмыс дәптерлерімен алып аламыз да, автобуста жүрсек те жаттап жүреміз да. Сосын бізде бітіріп кеткен түлектер қалдырады да, мынаны келесі жылғы өздерінің інілеріне, жақсы араласқан бауырларына дәстүр сияқты қалыптасып қойған ғой, бірімізге тарап, ол басқа мектептерге тарайды. Сөйтіп осы кітапты көрген кезде бірден Иисова Майшат деп, бәрі негізінде Иисова деп айтады, апайды атын білмейді, жаңағыдай апайды да дұрыс енді ғана осы апай екен ғой деп қалып жатты да, басында бәрі Иисова деп, кейде шынымен біздің мектептегі кейбір оқушылар да білмеді апай. Иисованың кітабы деп алып жүреді да, кейбір кезде біздегі Мағишат апай ғой десең, мә деп қалғандар да болды да, сондықтан. Сонда 2004 жылдан бері кітап шығарып келе жатсыз. Содан бері жылда ол кітаптар жаңарып тұрады. Жаңарған себепті бұл кітаптардың сыртқы түстерін өзгертіп отырамын. Жаңа екендігін балалар білу керек қой. Ол 2007-де шықты ма, 2018-де шықты ма, бала білу үшін оның цветі көк болса, осы жолы оранжевый деген сияқты. Сондай қосылып отырады сұрақ. Енді осы 2004 жылдан бері осыған дейін қанша оқушы сіздің кітабыңызбен оқып келе жатыр, қанша дана? Енді жылына бірінші кітаптан 2000-3000, екінші кітаптан 2000-3000-ға дейін шыққан 6000,
енді 6000-ды тіпті жайда 6000 демей 4000-ды 20 жылға көбейтетін болсақ 80.000 оқулық осындай кітап. Яғни түсінген бойынша бұл кітап қазіргі таңда кез келген ауылда аймақ болсын көптеген мектептегі мұғалімдер біледі ғой, иә? Біледі, бұл Қазақстан бойынша біледі. Екіншіден біз сол халықаралық білім беру орталығы еттектас деп жүрген кезде облыстарды араладық. Мен облыстық білім беру жетілдіру институты жиі шақыратұғын облыстан келетін мұғалімдерге білімін жетілдіру келгенде оларға курс оқимын. Осы әдіс тәсілдерін үйретемін. Бұлардың және таяқшалары бар. Оны балалар кейінгі бір немелер тағы да көрсетеріміз. Тесттерді тарата салу оқушыға, одан бір-бірден таяқшасын беріп, жауаптарын бірден өздері сол жерде қайтеді тексеріп, неше балл жинағанын. Міне дәптері бар, жұмыс дәптері. Ана екінші кітаптағы тесті орындайды, тексереді, мына жерге қанша балл жинаған. Курсқа келген бала алғашында 5 балл алуы мүмкін. Оқи келе дайындалып 6-7-ні бітірген кезде мына балдардың қорытындысы өсіп отырады. Өскен сайын олар талпына түседі. Қашан 25-ке жетем? Ау баста 30 болды осы, одан 25 болды. Одан 20-ға түсті. Қазір енді биылғы жыл 15-те 5 деп жатырмын. Тіпті азайтып тастады тестін. Енді негізгі мамандық таңдау пәндеріне берген екен, о да дұрыс шығар. Тарихымыздың сұрақтары азайған жоқ, көбейіп жатыр. Оқулықта енді сұрақ қалмаған шығар деймін, жасалмаған. Енді мына жерде түсінгенім бойынша тек оқушылар ғана емес, мұғалімдер де өзінің сабағына қолданады бұл кітапты. Бұл аттестацияға жарай ма бұл кітап? Жарамаған дейді, мұғалімдің аттестациясы деген сол өзінің пәнін қаншалықты мұғалім жақсы біледі. Тест арқылы сұрап тұр, оқушы ентіға келетін сұрақ мұғалімге де келеді. Сондықтан бұл кітаптың ұтымдығы мектеп мұғалімдерде аттестацияға дайындалу үшін тесттің сұрақтарын дайындалып тапсырылады. Бұл ішіндегі сұрақтардың барлығы мысалға мен толықтай жаттап алсам, толықты білсем, тарихтан ең максималды балды алам ба? Көзді жұмып тұрып, 25 болса 25-ін, 30 болса 30-ын, 15 болса 15-ін аласыңдар. Апай мына кітаптармен біз білем, оқыған барлығымыз нәтиже көрсеткенбіз, апайға хабарластық. Апай енді осы кітаптарды жаңартайық. Енді осы жаңа база өзгерді ғой, бізде 2020-2021 қаңтардағы сұрақтар бар. Соны барлығын бір тергізіп шығайық, сөйтіп жаңа мұқабамен кітап шығарайық деп апаймен келіскен болатынбыз. Апай бірден құптап кетті. Енді ол жерде болған оқиға мынандай болды. Бізге қаңтардың 15 күні апай өткізіп беру керек болды да, жалпы материалдарды. Яғни бізде алда бір айға келіскенбіз ғой, апай материалдарды жинап болғанша. Мен бір шамамен 1-7-тен кейін хабарластым апай сізге, 1-7-тен кейін хабарласып, апай жалпы қалай болып жатыр, процесс үлгеріп жатырсыз ба деп едім. Бізде енді алда 23 күндей уақыт бар ғой. Болды, мен ертеңгі күні әкеп берем, уже түнімен, ол кезде кеше түнде 4-ке дейін отырып жаздым дедіңіз, балам ұрсып жатыр дейді, неғып түнімен көзін құртып кітап жазасың деп. Сонда күнде түнімен жаза беріп, бітіріп берді бізге 1-7-ден аса уақыттың ішінде. Біз бір айға жоспарлаған болатын. Солай ішіндегі материал дайын, сөйтіп типографиядан шығарды. Енді бұл кітаптың ерекшелігі ішінде 5000-ға жуық сұрақ. Одан кейін ұбт-дағы кездесетін сұрақ. ұбт-да кездесетін сұрақ. Енді апай өзі эксперт болғаннан кейін тек қана сол сұрақтармен ғана дайындалған. Қазір оқушыларға ұсыныс айта кетейін. Бұл кітап жайлы енді біз айта бергеннен көрі ішін ашып көру үшін алғашқы 20 бетін тегін алуға мүмкіндік бар. Осыдан кейін қалай байланссақ болады оқушылар? Сілтемесін қалдырсақ, сілтемесін қалдырсақ, сіздердің сол жерге хабарласып, тегін өзіміз, яғни фрагментін ала аламыз ғой 20 бетін. Алғашқы 20 бетін алып, танысып, бұл шынымен сұрақтар жаңа сынып бойынша бөлініп тұр ма, жоқ әлде ұбт-да келіп жатыр ма, өздеріңіз тексеріп алғандарыңызда. Сұрақтардан да 1-2 бет. Мына жақта ең соңында ең жаңа сұрақтар енгізілген. Апай енді өзі біледі. Апай біз басында айтқан болатынбыз, апай біз жаңа сұрақтар теріп берейік па деп. Жоқ, сендер барлық сұрақтар бересіңдер, мен қайсысын жаңа, қайсысы ескі екенін білемін ғой деп апай зырылдатып теріп шықты. Осылай, енді бұл кітап жайлы алдағы уақытта тағы да толықтырамыз. Енді жаңа айтып кеттіңіздер, әр жыл сайын бұл кітап жаңашылдандырып отырады деп, иә? Жаңа сұрақ. Негізі 30% жаңа тесттер өзгеріп отырады ғой, яғни мысалға осы жылы жаңа ұбт болса, сіздер қайтадан жаңа қылып 2021 жылғы қылып шығарасыздар, иә? Бұрынғы сұрақтарға қоса береміз, жаңадан қосылғанда. Оның көзіне сұрақ ешқайдан келмейді. Бұрынғы бар сұрақ басқаша болып келеді. Мен балаларға айтады, мен сол мағышат, ертең көк көйлекке келсе мені Айгүл апай деп айтпайсыңдар ғой деп. Кішкене ойланыңдар деп. Бұл қайдан шығып тұр? Мысалға айтатын болсақ, 16 жыл болды азаттық көтеріліс. Қай жылы болды десе 16 жыл дейді. Енді 20-шы ғасырдың басында үлкен көтеріліс Қазақстан қамтыған десе, тағы да сол 16 жыл азаттық көтеріліс. Мазмұн сол күйінде қалады, сұрақтың қойылуы мен жауабы өзгеріп отырады. Сөйтіп көбейіп жатыр сұрақтар. Ешқайдан келген жоқ. Одан кейін сәйкестендіру деген сұрақтар қосылды.
бұл жерде 5 сұрақ беріледі, 5 оқиға беріледі, ішінен бұл оқиға қатысты емесін дейді. Төртеуі Кеңес одағының батыры болса, біреуі әншінің Әміре Қашаубаевты қойып қойды. Енді Кеңес одағының батыры ана жерде қатесі жауап қайсы? Әміре Қашаубаевты алып тастау керек. Ол оқиға қатысты емес. Балалар соны ойланбайды да, бұл не сұрап тұрғанын білмей қалады. Не мұғалімдер де мектептің, оқушылар да солай дайындалу керек. Сонда бір балл жинау үшін 5 сұрақты білу керек бала. Қазір 15 болып азайғанмен де ол көбейіп тұр. Онге мәтін сұрақтар. Мәтінді терең оқу керек. Қай оқиғаны мазмұндап тұр ол. Соның ішінде нені сұрап тұр? Жауаптар өзі кейде айтып тұрады. Дұрыс ойланған балаға мынау жауап емес, мынау жауап емес, ол ғасырға, ол уақыт оқиғаға қатысты емес, алып тастағанда сызып таста деймін балаларға. Кейде 50 на 50, 50 екі сұрақ қалады жауабы, кейде тура бірақ жауап қалады, дұрыс жауап берсін. Енді ой өрісі, кітапты көп оқитын бала оған қиналмайды. Бізде бәрі кесел, балалар қазір кітап оқуды қойды, тарихи кітаптарды мүлдем оқымайды. Сондықтан тіл байлықтары жетіспегеннен кейін ойлары кішкене шолақ болғасын, ана сұрақтың қазақи кейбір астарлап айтқан нәрсені түсінбей қалып жатады. Мәселе сонда. Көбірек оқу керек бала. Енді інілері биылғы бітіретін балалар жарайды. Інілері сен қарындастарына кітапты көбірек оқытса, олар қиналмайды. 6-шы класста мына кітаптың тағы бір ерекшелігі, мен бұрындарда бәрі аралас болатын болса, бұл жолы 6-нікін бір бөлек, 7-нікін бір бөлек, сынып-сыныппен қойдым бірінші бөлімінде. Бұл емес дейді, екінші кітапта тестында. Мен жақында екінші кітап тест жинағы шығады, 160 нұсқадан. Бірінші бөлімі, 100 нұсқа, екінші бөлімі. Екінші бөлімі бұл 100 рет 11-дің оқушысы пробный тест тапсырады деген сөз. Ал 6-ның бұл оқушысы өзінің тақырыптарынан кейін сақтар туралы тест тапсырады, үйсіндер туралы тест тапсырады, мұғалімге де ыңғайлы. Өзінің әр сыныпта 6-шы класстан бастап сол кітапты алып дайындалатын болса, 11-ге барғанда балалар сақадай сай тұрады, тестқа дайын. Тесттің не екенін, қалай екенін қайталана бергеннен кейін, оқи бергеннен кейін, тестті жасай бергеннен кейін, ол баланың басында қалады ғой. Апа, енді мен кітапты қарап отырмын да, бұл жерде 6-шы, 7-шы, 8-шы, 9-шы сынып деп тұр. Әр сыныпқа әр сұрақ, яғни ұбт-да кездесетін. Бірақ 10-11-ші сынып жоқ. Енді бүгінгі күнге дейінгі біз жаңа программамен 10-11-іміз біз 9-шы сыныпта Қазақстанның, тәуелсіздік Қазақстан бүгінгі күнге дейінгі оқиғаларды программа бойынша бітіреміз. Енді жаңа 12 жылдыққа көшкен кезде ол 10-11-де де 12-де де өтетін шығар, енді ол оқулықтар мен әлі білмеймін қалай жазып жатқанын. 10-11-дің сұрағы 10-шы класс дәуірінен бастап қайта тереңдетеді. Бізде гуманитарлық бағыт, жаратылыстану бағыты бар. Екі бағытта. Сондықтан екі оқулық бар ол жерде. 10-ның да 11-дің де. Одан сұрақтар қосылған жоқ. Яғни 9-ға дейінгі сұрақтар. 6, 7, 8, 9, 4 сыныптың оқулығынан тесттің сұрақтары жасалынып тұр. 10-11-дікі кейін қосылады ол. Кейін оқулықтар да өзгереді. Тарихымыз қайта жазылып жатыр. Сондықтан алдағы уақыттарда тестқа дайындау оның сұрақтары кітап шыққаннан кейін ол басқадай болуы мүмкін. Өйткені бізде спорный сұрақтар бар. Бір ғалым жазады 16-шы жыл болды десе, бір ғалымның еңбегінде 17-ші жыл. Осындай спорный сұрақтар бар, кездеседі. Апа, енді қараңызшы, мына жерде сұрақтар, сосын ответті тұр. Енді бұл кітаппен қалай қолданған дұрыс, қалай осымен дайындалған дұрыс? Енді бұл кітаптағы және нөмірленіп тұрған сұрақтарды оқып, оқиғаны, енді кез келген нәрсені оқиға қай жылы басталды, оны кімдер құрды, емоса кім басқарды және көтерілісті, барысы қалай болды, нәтижесі. Сол сияқты өз сұрақтардың бәрін текстке айналдыратын болса, мазмұн шығады. Бірінен кейін бірі байланыстырып түсіну керек. Содан кейін сол оқиғаның ішінен жылды бір бөлек бөліп жазбаса, адамның аттарын бір бөлек жазып, елді мекеннің атын бір бөлек, ғасырды бөлек 4-5 топқа бөліп алу керек. Топтастыру деп атаймын оны мен. Методика. Сонда бірінші жылдарды жаттайды бала, мысалы, мына жылда не болды. Одан кейін кісінің атын айтқанда, жаңағы Торғайдағы көтерілістің жетекшісі Амангелді Иманов, оның хандарымыз бар. Солардың барлығын кісінің аттарын жаттаған кезде ана оқиға жылдарды қайтадан айтады бала. Үшінші енді оның немен аяқталды? Әскер саны қанша болды қосқанда, Амангелді Иманов бастаған әскерлердің саны 16 жыл көтерілісте 20 мыңға жетті. Осы 3 сұрақты қосып жіберді бала. Ол жеке-жеке 3 сұрақ, 4 сұрақ болып кетеді, түрленіп кетеді, астарланған кезде. Сондай оқыған бала 4-ке бөліп. Сонда бір сұрақтың өзін ол астыңғы жағынан, үстіңгі жағынан, жанынан, мына мен өзінің футлярымды көрсетіп, мынау не балалар десем, мальчик едім, футляр дейді. Бұлай қойып қоям.
Не десем, тағы да балалар футляр дейді. Кейбіреусі таңғалады, бұл не айтып тұр апай деп. Ашып көрсетем. Енді сол көзілдіріктің футляры өзгерген жоқ қой. Бірақ та сұрақ сол ашып көрсеткен, қырынан көрсеткен, тігінен көрсеткен көзілдіріктің футляры сияқты сұрақ жан-жақтан сұранады. Осыған мән беру керек бала. Сонда ол жақсы меңгереді, ұмытпайды сұрақтарды. Түсінікті. Енді мысалға біз қарап жатырық, біліп жатырық, зерттеп жатырық, бірақ осы кітап енді қанша теңге тұрады, қалай оқушы ала алады? Енді көп оқушылар бізде үнемі сұрайды, қандай кітаппен дайындалайын, апай кітап жоқ, мына жақта не істеймін, мен ауылда аймақта тұрамын деген секілді болып жатады. Дайындалайын десе тек қана мектептің кітабы, онымен дайындалайын десе айтып кеткенде апай ол кітапханада болады. Бір кітапты сен 8-ші сыныптың оқушысы болсаң, басқа жылғы кітаптарды ала алмайсың. Сол үшін мына кітапты сатып алу үшін не жасау керек, қалай аламыз, және де доставка бар ма? Жалпы бұл кітаппен дайындық бастамас үшін жалпы Маша апайдың көп бізге айтатын әңгімесі ол жалпы тарихта оқиғалардың байланысын білу керек та. Қазір оқушылардың қиналып жатқан себебі қазір жалпы тест жүйесі, ОБТ болсын, Қазақстанда тест жүйесі әлемдік стандарттарға сәйкес жылжып жатыр. Яғни критикалық ойлауға, ол жердегі белгілі бір даталар емес, оқиғалар, ол оқиғалардың байланысын білген адам қазіргі кездегі тарихты шамамен оқиғалармен сәйкестендіріп тапса да болатын болып тұр ғой, и оны білу үшін жалпы оқиғалардың тізбегін білу керек та. Мысалы Алашорда мен Кеңес үкімет орнының арасында қандай байланыс бар екенін білсе, и ол жердегі сұрақтың да жауабы шыға келеді да. Сондықтан мына кітаппен дайындалардың алдында жалпы тарихи шоуды қамтып алу керек оқушы. Енді мына кітаптың өзіне келгенде, бұл жерде бұны айтып тұрған себебім, бұл жердегі оқиғалар бәрі бір-бірімен тізбектеліп тұр ғой. Яғни оқиға тізбектелігін білген кезде арасында бір информацияны ұмытып қалсаң да, екінші информациямен байланысы бар екен, жалпы бір уақытымен анықтап алса болады да. Сонда ассоциация бір кішігірім болады дейсіз ғой. Болады. Енді Алашорданың тура жылын білмесе де, бірақ Кеңес үкіметі орын алған жылды біліп қалуы мүмкін да. Алашорда мен Кеңес үкіметі шамамен уақытша үкімет бір уақытта болды ғой деген сияқты логикамен алып келу керек та. Сондықтан осы кітап сондай заңдылыққа сүйеніп жасалған. Енді қалай аламыз деген сұраққа жауап берейін. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу бар, почта арқылы болсын, тағы да өз кейбіреулер пойызға, автобусқа салып жіберіп өтінеді. Кез келген транспорттық жүйемен жеткізу қарастырылған, кез келген ауылды аймаққа. Енді бағасы қанша деген сұраққа жауап берсек, жекелеген, яғни бірден, екіден алатын болсаңыз, 10 данаға дейін 3000 теңгеге аласыз, 10 данадан көп, яғни сыныппен бірігіп алған кезде оның бағасы 2000 теңге болады. Жалпы жеткізілуі бағасы бойынша нақты ақпарат осы. Енді бұл жайында сілтемелерді қалдырамыз, менеджерлермен хабарласып, толық информацияны алып өздеріне жеткізе алады. Мен сіздердің бір телеграм каналдарыңыз бар екенін естідім. Ол қандай канал? Ол телеграм каналда жалпы сұрақтар да жинақталған әр пән бойынша. Одан кейін 2020-2017-тен бастап жалпы 2020 қазіргі қаңтар, наурыз ұбытыларына дейінгі базаларды сол жерден алса болады. Кез келген пән бойынша? Ол жерде енді бір жылғы базада бүткіл пән қамтылып тұрады өзі. Тегін ба ол? Таңдау. Жинақталып тұр сол жерде. Телеграм сілтемесінде қалдырайық. Түсінікті. Сіздерде Қазақстан тарихынан бөлек басқа да кітаптар бар, мысалға математикалық сауаттылық, артында да бірнеше варианттар бар екен, бірнеше кітаптар бар екен. Енді осыған тоқталып кетсеңіз. Және екінші сұрақ, мына жерде сканер, мен сканерле деп тұр. Болды сканерлесек не шығады? Жалпы биылғы жылғы біздің кітаптарда болған ерекшелік ол сканерлер. Сканерлер, мысалы математикалық сауаттылық кітабын мысал келтіре салайын. Бұл жерде мен сканерлер деп тұр. Мына жақта есептер тақырып бойынша жинақталған 32 тақырып. И осы жерде сканерлеген кезде сіздерге осы ішіндегі есептердің шығарылу жолы тұрады. Яғни бізде бала бұрында қатемен жұмыс жасау дегеннен ақсап қалып жататын едік. Оның шешімі бізге сканер жақсы болды. Кітап санының беттерінде көбейтпейді, бізге де тиімді, оқушы үшін де жеңіл. Мына жерде есепті шығарады, дұрыс жауабымен балын көреді. Арасында шығара алмай қалған есептерін сканерлеу арқылы қатемен жұмыс жасайды. Видео сабақ болсын. Бұл жерде бір осыған дейінгі кітаптың ішінде видео сабақтары болды. Мынау жаңа форматында презентациялық ұбытының ішіндегі сұрақтардың шығарылу жолы. Тек шығарылу жолы. Алдыңғысында видео сабақ болды. Видео сабақпен де сәл мәселелер болды. Шалғай жерде сет ұстамай қалып, соған байланысты көре алмай қалды да. Енді тек шығарылу жолымен осылай тиімді. Енді бұл кітаптың де негізі өте ыңғайлы деп ойлаймын. Өйткені мысалы бір кітапты алсаң, саған бірден оның шығарылу жолын берсе, мысалға делік, бұрындарғы ұбт-ға дайындалғанда өзіміз
бір кітаппен дайындаласың, бір есепті шығарасың, бірақ ол есепті шығара алмай қаласың, сосын үйде Қалады. дайындаласың ғой, Сол күйінде ол қалады. сол күйде қалады, немесе ой мектепке барған соң оны апайдан сұрап аламын дейсің, апайға барсаң ол жерде өзіңнен бөлек 20 шақты оқушы бар, сосын ол сұрақ қалып, одан кейін ертең ұбт-ға келген кезде сол кезде қиналасың. Негізі өте жақсы ойластырыпсыздар, өйткені оқушыға тиімді болады. Бұндай кітаптарды шығарған себебіміз бізде жалпы кітаптардан бөлек курстар бөлімінде бар, сіздерге айтқан болатын. Пәндер химия, биология, физика, математика, география, жаратылыстану бағытында, сонымен қатар негізгі пәндерден Қазақстан тарих, мат сауаттылық. Енді бұл сол курстарымызды оқушыларға бергенде туындаған мәселе сол жаңағы интернет желісінің болмауы, сондықтан осы кітаптарды шығарып, шалғай ауылдарға барынша мүмкіндік жасаған болатынбыз. Енді біздің қолдан келген. Ал курстар бойынша айтатын болсақ, қазіргі кездегі біздің курстарда, енді әр курстар қазір онлайнда көбейді, бірақ әрқайсының өзіндік нарықта алған ерекшеліктер бар да. Біздің нақты ерекшелік ол методика, одан кейін сапалы мұғалімдердің бір топтасқан жері деп айтайын. Біздегі мұғалімдер ең жақсысы енді осы істе маған осы айстадидегі ең жүрекке бір үнемі қолдау көрсететіні, бұнда мұғалімдер барлығы менің мектептегі мұғалімдерім. Мағишат апай да, Бекен ағай да, Елес ағай да, яғни физика, математика, химия, биология ғана басқа мектептен, қалғандары барлығы мені өзімді тілек қылып шығарған мұғалімдер да, яғни олардың біліктілігін бір жылда ғана емес, өзім оқыған мектептен бастап білем. Сонымен қатар біздегі iStudy деп жалпы инстаға да, ютубқа да кірсеңіздер, функционалды дайындық оқу орталығы деп тұрады. Функционалды деген біз жалпы Шаталов методикасы мынандай дүниеге негізделген. Кез келген істе, процесте, жұмыста болсын, оқуда болсын, нәтиже көрсету үшін адамның физикалық дайындығы болу керек. Яғни денесінде өзінің таңғы тұруы, жаттығу жасауы болмай, кез келген процесте нәтиже көрсету қиынға соғады. Сондықтан біз курста функционал дайындықтың ішіне таңертең даму марафонын қосқанбыз. Оқушылармен бірге таңертең ерте тұрамыз, ата-аналар оятады, мына жақтан біз хабарласып оятамыз. Одан кейін жаттығуымызды жасап, сабаққа содан кейін ғана кірісеміз да. Өйткені түсте тұрған балада ешқандай ынта болмайды, қан қоюланады, одан кейін нәтиже көрсетпеу деген содан шығады. Негізі қарапайым ғана таңды бірге бастап берекелі өткізсек, ол үлкен нәтижеге алып келетіні Шаталов методикасымен дәлелденген. Жалпы ұбт бұл бір үлкен бір мәселе зат емес қой. Негізі жақсы жағдайда негізі ұбт-ға деген дайындық өте күшті болмау керек та. Білім жүйесі мықты болған жағдайда. Енді мектепте оқытқан зат қой былайынша. Бірақ сол жерден мектептің системасында ақсап отқаннан кейін ұбт-ға дайындық кәдімгідей сұранысқа ие болып кетті да. Сондықтан ол сондай бір кемшілікті плюске айналдырып жіберу үшін ұбт-да былай жалпы оқушы стресста жүреді, сол стресс кезінде адам дамуға алып келеді да. Менің өзімнің ұстанатын осы айстадиге байланысты ұстанымым 11-ші сынып ол мектеп қабырғасындағы соңғы жыл. Тек ұбт-ға дайындықпен емес, оқушылармен, мұғалімдермен, естеліктермен өту керек та, қызық болу керек. Онсыз ол өтіп кете салады, бір жыл бәріміз өтіп кетіп, НТ-ға ұбт-тан тапсырып универге түскеннен кейін қабат деген ай деген кезеңдер болды да. Сондай болмас үшін біз жүйелі білім бере алсақ, оқушыда сүйікті ісімен айналысуына уақыт болады. Ал адам сүйікті ісімен айналысқанда бақытты, сондықтан біз өзінің кішкентай жүректегі миссия оқушы үшін бақыт сыйлайтын бір команда. Енді сізге соңғы сұрақ, жалпы 9-шы, 10-шы, 11-ші сыныпқа қандай кеңесіңіз бар осы тарих бойынша? Мынау біздің бүгінгі 21-ші ғасыр мүлдем басқа дәуір, басқаша. Бұрынғыдай жайбарақаттықты қаламайды. Бір оқушы, бір адамның өзі жан-жақты болу керек. Біз мұғалімдер анау совет кеңес дәуірінде білім алсақтағы қазіргі заманға лайық өзімізше талпынып жұмыс істеп жатырмыз әлі де. Сондықтан да жастарға айтатыным, еңбекқор болсын. Мамандық таңдағанда олар адаспас екен деймін. Өзінің жүрегінің қалаған мамандығын таңдайтын болса, ол оның жілігінің майын жейді, ертең оның жемісін жейді. Тіпті ол ақылы оқыған күннің өзінде ата-анасын төлеген ақшасын ертең қайтарады. Ал бізде қазір кемшілік жастардың арасында. Ағаң банкте отыр, сен сол банк жүйесінің мамандығына бар дейді ата-ана. Бала соны тыңдап сонда барады, 4 жыл оқыды. Одан кейін ол мамандықтың иесі болмайды ол бала. Тек сол дипломның ғана иесі болады. Ең негізгі мәселе оқушылардың ата-анасын емес, өздерінің жүрегін қайсыған оның өзінің икемі бар. Сол мамандық таңдайтын болса, бізде жаман мамандар болмас еді. Қазақстанымыз гүлденіп өркейіп дамыған болар еді. Біз қазір көп артта қалып жатырмыз көп нәрседен. Барлық дайын шетелдің дүниелерін пайдаланып. Неге біз өзіміз жасап шығармасқа сол техниканы да басқаны да мысалға. Оған енді мен көп мысал келтірмей қояйын. Сондықтан мен оқушыларға айтарым, осылардың заманы қазір.
қайда барып оқимын десе, қандай материалдар тауып оқимын десе деге ашық қой. Біздің кезімізде оның бәрі болған жоқ. Мүмкіндік деген өте көп. Сол мүмкіндіктерін жіберіп алмай, отаны үшін, ел үшін, өзі ата-анасы үшін бар бойында Алланың берген күш қуатын пайдалана білсе, мен оларға ақ жол тілеймін биылғы мектеп бітірушілерге, еңбектенсін деймін, өмірде өз орындарын алсын. Негізі бақыт деген не дегенде, таңертең тұрып жұмысқа қарай асығу, жұмыстан шығып үйіне қарай асығу деп айтқан екен бір ағамыз. Қандай керемет айтылған сөз. Енді өзінің сүйіп істейтін, жақсы көретін мамандығы бар деген сөз. Отбасында, бала шағасында жақсылық бәрі сондай керемет деген сөз ғой. Кешке үйіне қарай асығу. Ал жұмысына кейде бізде кейбіреулер әрең әйтеу амалсыз бір ақша тауып күн көру үшін барады ол жұмысқа. Олай болмау керек. Қайда оған ынталанып, бізде 4 сағат емес, 2-3 сағат ұйықтап таңертең сабаққа барған күндерімізде осы тесттарды жасап, балаларға үлестіретін материалдарды жинап дегендей. Олда мен шаршамайтын да, ұйқымда ғана тұғын. Ол деген сол жасап шыққан жұмысынан ата-ананың алғысы, баланың алғысы, ентідан олардың бәрі жоғары көрсеткіш, 24,5 балл көрсетеді, 20-дан 19 көрсетеді средний орта баллы. Одан артық мұғалімге қандай бақыт керек? Не? Сол сияқты балалар да солай болу керек те. Ол бүгін ентімен ғана тоқталып қалмау керек. Ол өмір бойы ол тарих олардың санасында жүру керек, ұмытылмау керек, тіл байлықты дамыту керек. Бала жақсы сөйлей білсе, ол кез келген жерден шығады, кез келген қиыншылықтан алып шығады өзін. Жақсылық, қуаныш оларға тек қана ақ жол, еңбек тілеймін балаларға. Керемет. Санеле ханым, кез келген мұғалімнің бір өмірлік мұғалімдік миссиясы өздерінің оқушыларының нәтижеге жетуі, оларға деген алғыс білдіру шығар. Қазіргі біздің де қалыптасуымызға осындай мұғалімдердің еңбегі зорды. Бізде 25 мамыр күні білім кілті деген болады ғой. 11-ші сыныптар 5-ке 10-ға қалған оқушыларға табыстайды. Сол кезде сол сәт маған бұйырып қалған. Апайдың айтқан сөзі, Қайсар, анау кілтті тапсыратын кезде мықтылап сөйле, Қазақстан тарихы пәнінің мұғалімі осындай екен, әдебиет осындай екен деп айтсын деп. Сол кезде сол кісілерге айтқан тақпақ, өнерге ұмтыл, өнерді біл замандас, қамдан жатпа, заманыңмен хабарлас, ынта салсаң, білім туын қолға алсаң, теңдік туар, ешкім күйе жағалмас. Білімдіге ешқандай шаң жуытпайтын заман болды. Сондықтан бүгінгі мүмкіндік үшін рахмет. Апайымыздың мұғалімдік миссиясы орындалды деп санаймын өзім. Екінші анамыз Машида апай, сізге де үлкен рахмет. Апай, Қайсар, рахмет. Шынымен де біздің сұхбатқа келіп, кітапты таныстырып, көптеген айтып кеткендей, оқушылар қандай кітаппен дайындалуды білмейді, сол кітаптарды таныстырып, қалай әдістемелікті қолдану керек екенін түсіндіріп кеткендеріңізге болашақта да кездесіп жатармыз деген ойдамын. Достар, сіздермен де қоштасайық. Егер де кітапты алам десеңіздер, хабарласыңыздар, номерін қалдырдық, сілтемесін қалдырдық. Және де мамандықтарыңызды әлі күнге дейін таңдалмай жүрген оқушылар болса, міндетті түрде біздің видеоларымызды қараңыздар. Сіздерге осы айда, жалпы жаңа айда мықты видеоларды дайындап қойдық. Келесі кездескенше достар, келесі видеода мықты мамандықтар туралы айтатын боламыз. Thank you.